Күнге де ажалға да тік қарауға болмайды. Айлакердің құрып қойған тұзағынан құтылу үшін кейде дөрекі болу да жеткілікті. Біздің артықшылықтарымызға қарағанда жасаған жамандығымыз қудалау мен жек көрушілікке азырақ ұшырайды. Жастық кез толассыз елту ақыл-ой безгегі. Тағдырың саған жаулықпен емес теріс қарамай, оң қабақ танытқанда өзіңді лайықты ұстап жүру қиынырақ. Алданып қалғаныңнан гөрі досыңа сенбегенің масқаралық. Ақылға сындарлы ой қандай қажет болса, тәнге сұлулық та сондай қажет болады. Жұрт қайырымдылық жақсы қасиет деп есептесе де, кейде ол мақтаннан, кейде жалқаулықтан, жиі қорқыныштан, ал көбіне үнемі осы үшеуінен қатар туындап жатады. Дүмшелер өздерінің ақылы жетпеген нәрсенің бәрін жамандайды. Көрер көзге бола жасалған қарапайымдылық барып тұрған екіжүзділік. Өр көкіректік мақтаннан бас тартқанның өзінде ештеңе жоғалтпай, ұпайын түгелдеп отырады. Бізді билегісі келгендерге тосқауыл болғаннан гөрі, олардың өзін билеген анағұрлым жеңілірек. Біз өз құмарлықтарымызды ізгілік пен жақсылықтың пердесімен қанша бүркемелеуге тырыссақ та, ол бәрібір шымылдықтың ар жағынан көрініп тұрады. Адамдар барып тұрған күнәһар құмарлықтарымен жиі мақтанады, бірақ ұяңда жасқаншақ құмарлық күншілдікті ешкімнің мойындауға дәрмен жетпейді. Егер біздің бойымызда кемшіліктер болмаса, оларды жақындарымыздың бойынан көргенде сонша сүйсінбес едік. Жүрек үнемі ақылды ақымақ қылады. Күнделікті өмірде кейде біздің жақсы қасиетімізден гөрі жағымсыз қылығымыз тартымдырақ көрінеді. Егер махаббат жайлы оның әдеттегі көріністеріне қарап пікір айтар болсақ, оның достықтан гөрі дұшпандыққа көп ұқсас екенін сезер едік. Құлық пен сатқындық ептіліктің олқылығынан ғана хабар береді. Ұлы ақыл иелеріне аз сөзбен көпті білдіру тән болса, ақылы шамалы адамдар керісінше көп сөйлеп ештеңе айтпау дарынына ие. Рахметі жоққа қызмет көрсетсең ештеңе етпес, ал оңбағанның қызметін қабылдау зор бақытсыздық. Өзіне сенбеген адам өзгеге де сенбейді. Әрқашан басқалардан ақылдырақ болу тілегінен өткен ақымақтық жоқ. Ешкімді ұнатпайтын адам ешкімге ұнамайтын адамға қарағанда әлдеқайда бақытсыз. Басқаларсыз да амалдай аламын деп ойлайтын адам өте қателеседі. Бірақ басқалар өзінсіз іс тындыра алмайды деп ойлайтын адам одан бетер қателеседі. Құмарлыққа әділетсіздік пен пайда күнемділік сондай тән, сондықтан оған сену қауіпті, тіпті ақылға сыйымды болып тұрса да сақтанған абзал. Құмарлық көп ретте ақылдыны ақымаққа айналдырады. Ақымақтарға ақыл салатын кезі де аз емес. Адам баласының жүрегінде құмарлық атаулы толассыз алмасып жатады. Құмарлықтың бірі өшсе, бірі бас көтере бастайды. Даналардың сабырлығы бар болғаны олардың өз сезімдерін жүрек түбінде жасыра білуі. Өзіне өзі сенбеген жанның жақ ашпағаны жөн. Махаббат біреу, бірақ оны қолдан жасалған бояма түрі мың.
құлық пен айлакерлікке келгенде менмендік алдына жан салмайды. Қызғаныш күмәнмен қоректенеді. Күмән сенімділікке айнала бастаған сәтте ол не өледі, не долылыққа айналады. Біздің барлығымызда жақынымыздың қайғы қасіретін көтеріп алар күш жатады. Күштілер қайырымдылығы көбінесе 60 айлалы саясат болып табылады. Ол саясаттың мақсаты халықтың махаббатын жаулап алу. Егер айналасын ақымақтар жайламаса, ақылды адам көптеген қиындықтарға душар болар еді. Мақтаныш барлық адамға тән. Айырмасы мұны олардың қай жерде және қашан көрсетуінде. Бақытты адамдардың ұстамдылығы баянды сәттілік сыйлаған сабырдан тарайды. Біздің көз қарашығымызды сөккеннен гөрі талғамымызды жамандағанда намысымызға көбірек тиеді. Өзіміздің астамшылығымыз өзімізді жеңбесе, өзгенің астамшылығына шағым айта алмас едік. Ойымыздағы сенімділік өзгелерге де сеніммен қарауға көмектеседі. Жұрттың бәрі ұмытшақпын деп зар илегенге жақсы, ал ақылының аздығына арыз айтқандарды кездестірген жоқпыз. Адамның санасы қаншалықты төмен болса, ол соншалықты мұрнын аспанға шүйіреді. Кім өзін өзі сенбесе, ол әрқашан өтірік айтады. Адамдар қарапайым ақиқатты елемегендіктен көп азап тартады. Егер сен билікке шыққың келсе, тек өз аяғыңмен ғана шық. Басқалардың сені көтеріп шығуына жол берме. Басқалардың арқасына жабыспа, басқалардың желкесіне мінуші болма. Кешігіп келген бақыт ұзақ сақталады. Кейде күдіксіз сену өтіріктен де жаман. Жаман деп жүргенімізді жақсы деп батылымыз жеткен күні біздің өмірімізде ұлы кезеңдер басталады. Егер сені мақтаса, онда білген жөн, сен әлі де болса өз жолында емессің, басқалар үшін ыңғайлы жолдасың. Әркімнің қателесуі мүмкін, ал оны мойындамау тек ақымақтың ісі. Көп өтірік айтатын адамдар шыншыл болып көрінуге тырысып бағады. Бәрінен де тек қана өзіне бағынышты адам бақытты. Адамның келбеті жүрегінің айнасы.